О, солай. Бұл қазақ атаңнан сөз артылған ба? Сөз артылған жоқ қой. Мысалы айтады, әйел алсаң, аққұбаның зорын ал дейді. Айда. Ол болмаса, таспа белді торын ал дейді. Түх, шіркін. Ол екеуі болмаса, қажымайтын қаран ал дейді. Түх. Ал ол үшеуі болмаса, өзі сары көзді көп, бұлшылдаған сөзді көп, соған жолғасын, мұрны боқ дейді. Міне, оны атан қазақ айтып кеткен. Сондықтан мынау қатын таңдағанда, жұбай таңдағанда сақ болу керек. Өте сақ болу керек. Ой, шіркін-ай. Баяғы қатындар жоқ қой қазір, баяғы қатындар жоқ қой. Ой, шіркін-ай. Кешіктім ғой ақсақал енді. Кешкен ештеңесі жоқ, әлде де кеш емес. Мысалы қазіргі мынау әйелдер бар ма? Байына қоятын сұрақты баласына қояды. Ал баласына қоятын сұрақты байына қояды. Қалай сонда? Мысалы сен үйден шығып бара жатқанда не дейді саған? Қайда кетіп барасың не? Міне кіріп сөйлейді? Міне бұл біріншісі. Ал бір достарыңмен атсың арқа-жарқа болып. Телефон соғып не дейді? Қайда отсың Міне, көрдің бе? Қайдасың деп. Ал енді үйден кіріп келгенде не деп айтады саған? Қайдан келдің? Міне. Қайда жүрдің? Міне, бұны баласына қоятын сұрақтар бұл. Қайда барасың? Бала, қайда жүрсің? Кімдермен жүрсің? Қайдан келдің? Сонша кешігіп, не қылып кешігіп келдің? Деп отчет алуға анасының правасы, тек баласына сұрауға правасы бар. Мен күйеуімін ғой. Сен мысалы солай саған сөйтіп айтты ма? Ол сенің жолың болмайды ешқашан. Қайда барасың деді ма? Жолың кесіледі. Бәсе? Атан қазақ сөйтіп айтқан кезде қамшымен бір-ақ салған қатын. Қап мына кесір, жолымды кесті деп. Күшенбей ақ қой. Болды ғой, кеш боп қойды. Сөйтеді үйіне кіріп жатып алған. Қайдан келдің дей ма? Қайдан болды, тапқан табысында береке болмайды. Міне, көрдің бе? Бәсе ақсақал. Табысымда береке жоқ та. Міне, результат. Қазір бұл негіз бар ма? Мынау енді байына қоятын сұрақты баласына қояды. Мысалы, балаңа не деп айтады? Жұбайың, әйелің не деп айтады? Не деп сұрақ қояды? Үй аламыз ба, балам? Әне, көрдің бе? Мына үйді сатып, ана үйді алайық та деп айтады балам. Оны саған қою керек еді. Тағы қандай сұрақтар қояды? Машинаны ауыстырамыз ба, балам? Әне, бұл сұрақты саған қою керек еді. Қандай машина аламыз, балам дейді ғой? Сені саған қою керек еді бұл сұрақтарды. Осының себебі не? Бұның себебі ма? Бұның себебі өздеріңде. Қалай өздеріңде? Насыбай атып, темекі шегіп, арақ ішіп, оңды солды налебі направо жүрем деп абыройсыз болғансыңдар. Әптен абыройдан айырылып, енді тек солардың айтқан істейтін болып қалғансыңдар. Баяғыда біз қандай ек? Біз қандай едік баяғыда? Осы достарымызбен келе жатыр. Қатын, досыммен келдім десең, дастарға жән етіп қоятын. Міне. Қазір сендер екі досын шақыра алмайсыңдар ғой үйлеріңе. Айтшы. Жігіттер, бір-екі шыны шай ішіп шығыңдар, дәмауыз тиіп шығыңдар. Айта аласың ба? Айта алмайсың. Көшеден бильярд ойнайсың, шашлик әпересің, сөйтіп шығарып саласың. Дұрыс па? Міне, қандай болды? Үйге апаруға қорқасың. Арыстандай айбат шегі бар ау, тұрады ана патшаның үйінде. Слабийсіңдер ғой, слабийсіңдер. Айта аласың ба? Бірақ ақсақал, мен айтам. Қой, айтам мен. Айтамайсың ау сен. Айтам мен. Сен былай айтатын сияқтысың, түріңе қарасам ше, сен былай айтатын сияқтысың. Алла қатын, екі досымды жібердім, шай беріп шығарыпсашы деп, өзің бармай қалатын сияқтысың. Бұл негізі бұл қатынның үш түрі болады. Біреуі айтқызбай істейді. Ол зор қатын ол. Мінекей. Екіншісі айтпасаң істемейді. Көрдің ба? Ал енді біреуі ұрмасаң істемейді. Міне. Сондай болады. Ал енді үйдегі қайсысы қандай енді өздерің шешіндер. Соған қара да өзің біле бер. Төртіншісі ғой менің төртіншісі. Төртіншісі ма? Жетіскен екенсіңдер. Ұялмайсың ба? Айтып ал соны. Мен болсам өлген жерге кіріп кететін ұяттым. Жарайды ақсақал, онда мен барайын енді. Біраз нәрсе айттыңыз ғой. Нәтиже шығар енді осыдан. Шығарамыз, Иә, шығарасың. Атаң басы шығарасың. Жүрсің қарана, өзінше герой болып кетіп барады. Үйіңе кіргенде желің шығады ғой қазір.